Күн шерефлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін февральның 2-сы ве Қырым ишғалінің 1071-сыдыр. Студияда Муслим Умеров болуна бізім шымдыки эфирімізде бөйле хаберлер. Русия ватандашлары Кремльнің Украинаға қаршы yapılған әрекетлері ақында лаф етмеге қорқалар. Бізде бөйле лафлар үшін апыске түшмек мүмкін. Украина учағына қаршы yapılған ұжымның делелері махкемеге тәслим етілежек. Украина территориясы үстінде бұлынған учақның бұзылғаныны таздықлай. Керіч базар сатыжылары кечітні қапатмаға азырлар. Біз бір-біріміздің артындан юрерміз. Украина заманларында кекебе ел çalışmayacak. Ато районында град ұжымлары девам еті. Русияның ишғалжы ордысы Авдеевка ве Водяноеге ұжым еті. Атышуларға Энзеде, Верхнетроицка ве Мариуполь юнелішіндегі мескен ерлер оғырағандыр. Ато матбуат штабы берген малюматқа бинаен умумен 67 кере атеш açılған. Күнде бамында 2 арби елі қолған, 10 кіші зарар көрген, 4 есе яраланғандар. Басқынжылар Украина құручыларына қаршы бір қач кере ұжым етмеге тырышқан олса да мағлюбиетке орағанлары үшін кері қайтмаға мечбур қалғандар. Анлашмаларға бақмадан ақшам женелчілер Авдеевка районында кенеде бізім тарафымызға қаршы атеш açқанлар. Авдеевкада Украина хавсызлық қызметінің кешівчілері Украина тарафына қаршы атеш açmasының корректорына яқаланғандар. Бұл 44 яшындаки Қырым Сакина Андрей Третьяков, оны Киевге алып кетежеклер. Третьяков террористик тешкилят тешкилі туфтешібісі маддесі бойынша қабатлана. Қабатны таздықланса, Третьяковның мүлкі мұсадыре етіліп, 8-15 елғаже сербесліктен марум етілежек. Түркияде Украина шарқында Русияның ишғалжы ордысы тарафындан атеш açması ве гуманитар ярдымы или вазиет финалашқанынан себеп раатсызланалар. Түркия тыш ішлері назерлігіндегі ресми темсилжісі Хусейн Муфтуолының білдіргеніне көре, Анкара Украинаға мұстақылық ве территориал бұтынлығы үшін күрешінде қол тұта. Не үшін Донбасста Кенеде дженг башлады. Радио Свобода журналисті бойле бір суальнен истиләжі девлетінің пайтақты Москва сакинлеріне ве шер мусаферлеріне мұражат етті. Керчекні айтсам, анда вазиет кергенлешкеніні білмедім. Веменім же мұнда бұлынған адамларға әббір. Керчектен де балалар жаныңыз ағырмасын. Это бандиты. Бұл Украина селялы күветлері дегіл. Бұл муақа такиметнің айтутлары олар фашизмны ве бандералар ғайесіне қол тұталар. Идея бандеровщины. Мен анлайым, ләкин бұл ақталап етмеге істемейм. Не үшін? Чүнки істемейм. Айтмаға қорқасыз ма? Страшно сказать. Бізде бойле лафлар үшін апыске түшмек мүмкін. Иште оның үшін. Бағышлаңыз бізім заманымызда дегіл. Жевап бермеге қорқасыз ма? Әлбетте. Украина арби дениз күветлерінің учағына атылған құршынны халқара махкемесіне yollayacak. Учақ Қара денізде Русия тарафындан запт етілген бур күллерінден ұжымге оғырағандар. Шымды учақта экспертиза кечіріле. Февральның бірінде Украина юг учағы Украина дениз зонасында идман учышыны бечергенде она қаршы атеш açылғаны ақында қатырлатмалымыз. Экипаж зарар көрмегендер. Арби прокуратура учақ қайтқан сон ұжым вақиасыны қайдетіп, құршынларыны білгелемек үшін экспертиза кечіре чүнки бұл делилдер. Бұл Қырым ишғалінден сон арби истелені таздықлай. Тапылған құршын Украина территориясы үстінде бұлынған учақның бұзылғаныны таздықлай. Айны вақытта Русия Федерациясының Мудафа назерлігі Украина Мудафа назерлігіне арби дипломатик мұражатыны тақдим еткендір. Русия Украина учағы бір бур күллеріні айланып кешкенні провокацион әрекетлер деп таны. Украина арби дениз күветлері штабында білдіргенлеріне көрейсе, учақ Украина дениз иқтисади зонасында болынғанда, она қаршы Русиялер тарафындан атеш açылғандар.
Романияда сияси бухран. Энді бір қач күндевамында бинлер инсан мемлекетінің соғақларына наразылғаныны білдірмек үшін чыққа. Олар мемурларының қапаржылық ве афу мадделері бойынша енді қабатланғанларына декриминализацияға қаршы чыққалар. Үкім суистимали әндіден парау демесінен жазаландырылажақтыр. Яны үкіметінен разы олмаған бизнес ішлері назиры истифаға чыққандар, Романия полис хадимлерінің түшінгенлеріне көре вазиет контрольсыз дәрежеге келе біле. Bu kandırıldıklarını hisseden insanların hayal kırıklıklarını gösteren inanılmaz bir eylem. Bu insanlar hükümet tarafından aldatıldı. Bu sosyalist hükümet sadece bir ay önce göreve geldi ve bir ay içerisinde devrimden bu yana görülmemiş şekilde 100.000 kişiyi sokağa dökmeyi başardılar. Bunun mümkün olabileceğini asla düşünmezdim. Her zaman tüm bunların arkasında bir mantık olduğunu, iyi yöne, geçerli bir hukuka doğru bir gidiş olduğunu düşündüm. Ancak olanları görünce yanıldığımı anladım. Biz hükümetin istifa etmesini istemiyoruz. Çünkü onlar seçmenlerine birçok söz verdi ve iddialı vaatlerde bulundu. Biz de bunların gerçekleştiğini görmek istiyoruz. Avropa parlamenti Gürcinistan'ın vizasız rejimine reyberip kol tuttu. Brüssel'de ötkürülgen saylalarda 553 deputat kol tutup, 66'sı karşılık göstererek 28'i ise bitaraf olgandır. Endi Avropa Birliği'nin şurasında kararının tasdıklanıvı yapılacaktır. Керіч иш адамлары кешетіні қапатмаға азырлар. Февральның бірінде шер базарында митинг кечіргендір. Әр шейден зияде сатыжылар арттырылған кира фиятларына итираз білдіргенлер. Ишандырғанларына көре кира фиятларыны эксилтмеселер, олар сатқан малларының фиятларыны көтермеге, яда өз бизнесіні қапатмаға мечбур қалажақлар. Базылары бұл наразылықның ақыбетлері яқшы олмайжағыны білдіреділер. Егер бір шей yapмасалар кечетіні қапатачақмыз. Біз бір-біріміздің артынан юрерміз. Украина заманларындaki gibi yol çalışmayacak. Siz bu iş için türmede oturganınızı istemeyim. Şimdi siz açıqlısız, şimdi siz akılsızlık yapasınız. Men 44 kvadrat için 18.000 rubleden ziyade para töledim. Şimdi mende 44 kvadrat metr. Biz endi 1200 ruble sokakta bir kvadrat metr için töledik. Sıcak yerde değil, kondisyoner için değil. Sadece sokak için. Özümüz kurgan ticaret noktalarımız için. Endi insanlar Krasnodarga, Akmejitke barıp şeyler ala. Bizim ticaretimiz ise tüşe. İnsanlar bizde bir şey almaylarında. Bu fiyatlar kötürülgeni için. Biz fiyatını көтеріп olamayız çünkü kimse satın almay. Avropa Şurasının tış işleri nazirligi advokat Emil Kurbedinov'nın yakalanmasını takbih etip, onun azat edilmesini çağırdı. Bu haqda resmi idarenin saytında yazılgandır. Avropa Şurasında advokatının tutup yakalaması Kırımdaki hukuk koruyucularına karşı keçirilgen hücumlarının devamı olganından eminler. Bundan da gayrı kaydetkenlerine göre meclis yasağının beraber Kırım Tatar milletinin akları ciddi şeklinde bozula. İlmi Umerov'ge karşı uydurulgan ekstremizm қабатлануы тоқтатылмақ керек. Я говорила, сынок, ну ты один ничего не сделаешь. Мен оңа айтқан едім, балам, өзін бір шей yapып оламасын деп айтқан едім. Ой есе, жоқ анам. Мен, сен, ой yapмаса кім yapar? Бірісі yapmaq керекті. Бұл менің зенатым, ярдым етмек керекім. Қануни шекілде оңа дестек бермек мүмкін. Енді оның янында, оны sevген, келген, оңа борчлы олған ве қиын вазиетте янында олғанының тегеріні аңлаған инсанларының сайысы не қадар чоқ олғанын аңладым. Аллах ерден, еркесіні көріп, қазанғаны қадар бережек. Олажағы олды, бұны да еңіп чықармыз, иншалла. Я думаю, все должно, что должно было быть, то и случилось. И это переживем. Иншалла. Будаққаларға бөйле хаберлеріміз еді. Невбеттікі заман эфирімізні қатшырмаңыз, көрішкенже.